Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен Айған Зулпиева. Менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бүгін 9-шы сынып химиясы 35-ші параграф теориялық мүмкіндікпен салыстырғандағы реакция өнім шығымының массалық көлемдік үлестері деген тақырыптың соңындағы тапсырмаларды, яғни есептерді бірге шығаратын боламыз. Бірінші есепте бізде көлемі 16,8 литр су буы қалыпты жағдайда қатты қызған темірмен әрекеттескенде 12 литр қалыпты жағдайда сутек және темір екі оксиді түзілді дейді. Сутектің теориялық мүмкіндікпен салыстырғандағы шығымын есептеңдер дейді. Енді біз есептің берілгенін ең алдымен құрастырып аламыз. Берілгені тапсырманы мұқият оқимыз. Не берілді? Соның барлығын мұқият оқимыз. Одан кейін есептің қалай шығарылуы, қалай жазылуына мән береміз. Бізде судың көлемі берілген 16,8 литр, яғни көлемнің өлшем бірлігі литр немесе миллилитр. Және сутектің көлемі берілген, ол 12 литр. Енді бізде шығымды табу керек. Ең алдымен реакция теңдеуін құрастырып аламыз. Темірге суды қосамыз. Нәтижесінде темір екі оксиді және сутек бөлінеді. Белгісіз затымызды X деп белгілеп аламыз да, кітапта берілген сандарды реакцияның төбесіне жазып, пропорция құрамыз. Яғни пропорция бұл жерде екі бірдей болғандықтан қысқарып 16,8 литрдің өзі шығады. Бұл теориялық көлем болып саналады. Енді формулаға салатын болсақ, практикалықты теориялыққа бөліп 100%-ға көбейтеміз. Яғни практикалық бізде 12 литр бастапқыдағы литр болып тұр. 12-ні 16,8-ге бөліп 100%-ға көбейткенде 71% шығады. Яғни есептің жауабы бізде 71%. Дұрыс екен. Енді екінші тапсырмада бізде зат мөлшері 6 мол алюминий күкірт қышқылымен әрекеттескенде түзілетін сутектің массасы неге тең болады дейді. Теориялық мүмкіндікпен салыстырғандағы өнімнің шығымы 80%-ға тең. Яғни бізде сутектің массасын табу керек. Бірінші есептің берілген құрастырып аламыз. Екінші есепте бізде алюминий 6 мол берілген зат мөлшері, жаңағы шығымы 80%, сутектің массасын табу қажет. Енді берілгені бойынша бірінші реакция теңдеуін құрастырып аламыз. Реакцияның теңдеуін құрастырғаннан кейін теңестіреміз. Алдына коэффициенттерін қойып, белгісіз затты X деп белгілеп аламыз. Грамм X грамм болғандықтан астына граммын табамыз. Яғни 1-ді 2-ге көбейтеміз. 2-ні 3-ге көбейтеміз. 6 болады. 6 грамм қайдан шыққаны түсінікті болса, онда келесі 6 мол жазамыз. Кітапта берілген сандарды, яғни реакцияның төбесіне жазамыз. Оқушыларға түсінікті болу үшін. Одан кейін мольмен алғандықтан 2 мольді аламыз. 2 мол деген ол 2 коэффициентін білдіреді. Енді пропорция құрамыз. 6 мольді 6-ға көбейтіп, 6 граммға көбейтіп, 2 мольге бөлеміз. Мол мен мол қысқарып 18 грамм шығады. 18 граммда 100% деп, X граммыз бізде 80% болады. Демек, 18 граммда 80%-ға көбейтіп, 100%-ға бөлеміз. Нәтижесінде 14,4 грамм шығады. Енді есептің жауабын көрейік. 14,4 грамм. Келесі үшінші есепте массасы 11,7 грамм натрий хлориді концентрлі күкірт қышқылмен әрекеттескенде түзілетін хлор сутектің массасын есептеңдер. Өнімнің практикалық шығымы 90%-ға тең дейді. Бұл жерде натрий хлориді бізде ас тұзы, натрий хлор деп аталады формуласы. Күкірт қышқылы H2SO4, ал хлор сутек деген формуласы H хлор. Жауабы 6-6 шығу керек. Енді бірге шығаратын боламыз. Үшінші тапсырмада бізде берілген жазып аламыз. Міне, берілген жазып аламыз. Одан кейін натрий хлор, яғни ас тұзы 11,7 грамм, 90% шығын берілген. Енді H хлордың массасын есептеу керек. Ең алдымен реакция теңдеуін құрастырып аламыз. Құрастырып болғаннан кейін реакцияны теңестіреміз. Теңесіп тұрғаннан кейін төбесіне берілген жазамыз. X затымызды, H хлорды X деп белгілеп аламыз табатын затымызды. Одан кейін пропорция құрамыз. Пропорция құрғанда X-ке всегда диагонал тұратын сан, ол бөлшектің астына жазылады, яғни бөліміне алымына 11,7 мен 36,5-ті көбейтіп 58,5-ке бөлеміз. Яғни 7,3 грамм шығады. Мына жерде 36,5 грамм қайдан шықты деген сұрақ туындайтын болса, сутектің атомдық массасы 1, хлордық 35,5, екеуін қосқанда 36,5 грамм шығады. Ал мына жерде натрийдің атомдық массасы 23, хлордық 35,5 қосқан кезде жалпы саны 58,5 грамм болады.
Енді массаны табу үшін бізде 7,3 граммды бастапқыда берілген 90%-ға көбейтіп 100%-ға бөлеміз. Яғни 6,6 грамм шығады есептің жауабы. Енді келесі бізде төртінші есеп. Төртінші есепте 22,4 литр қалыпты жағдайда сутек броммен әрекеттескенде 30 литр бром сутек қалыпты жағдайда алынды. Теориялық мүмкіндікпен салыстырғандағы өнімнің практикалық шығынын есептеңдер дейді. Ал кеттік. Енді бізде сутек броммен дейді. H2, яғни бром 2 болады. Бұлар бос күйінде, яғни жалғыз болатын болса, олар астында индексімен бірге, X-мен бірге жазылады. Бром сутек деген H бром, оларда ешқандай индекс болмайды. Қазір реакция теңдеуін бірге құрастыратын боламыз. Кішкене жақындатып алайық есепті. Енді бірінші есепте берілгенде сутек 22,4 литр, H бромның көлемі 30 литр, яғни реакция теңдеуін құрастырып аламыз. Бұл жерде қосылу реакциясы, реакция типі. Берілген төбесіне жазып, X затымызды белгілеп аламыз. Одан кейін 22,4 литрді 2-ге көбейткенде 44,8 литр шығады. Мына жерде 22,4 литрдің өзін аламыз қалыпты жағдайда. Себебі алдында ешқандай коэффициент жоқ, көбейтпейміз. Пропорция құрамыз. 22,4 пен 2 қысқарып кетеді тағыны. Нәтижесінде 44,8 литр шығады. Бұл шыққан санымыз бізде теориялық көлем болып саналады. Яғни бұл 44,8-ді 100% деп алып, 30 литріміз, яғни кітапта берілген 30 литрімізді X деп аламыз. Сонымен 30-ды 100-ге көбейтіп, 44,8 литрге бөлеміз. Сол кезде 67% шығады екен. Енді келесі төртінші есептің жауабын көретін болсақ, 67% шығып тұр. Келесі бізде массасы 1 тонна кальций гидроксидін алу үшін сумен кальций оксидінің қандай массасын әрекеттестіру керек дейді. Кальций гидроксидінің практикалық шығымы 97% дейді. Енді бізде кальций гидроксиді кальций OH2 болып саналады формуласы. Судың формуласы H2O, екеуін жаңағы кальцийдің оксидімен суды әрекеттестірген кезде нәтижесінде кальций OH2 шығады. Қазір берілген деп жазып аламыз. 1 тонна кальций гидроксиді, 97% бізде шығымы берілген. Кальций оксидінің массасын табу керек. Реакция теңдеуін құрастырып аламыз. X затымызды белгілейміз. Және де килограмм болғандықтан астында килограмммен аламыз. Кальцийдің атомдық массасы 40, оттектікі 16, жалпы 56 болады қосқанда. Мына жерде 16-ны 1-ге қосып, 17-ні 2-ге көбейтіп, кальцийдікі 40-40-қа қосқанда 74 болады. Енді 56-ны 1000-ға көбейтіп, 74 килограммға бөлгенде 756,6 килограмм шығады. Шыққан санымызды 97% деп аламыз да, X-іміз бізде 100% деп аламыз. Сонда біз 756,6-ны 100-ге көбейтіп 97-ге бөлеміз. Сол кезде 780 килограмм шығады. Есептің жауабы сол. Енді бізде соңғы есеп қалды. Соңғы есеп бізде массасы 980 грамм 15%-ді күкірт қышқылы калий гидроксидімен әрекеттескенде 65-те 25 грамм калий сульфаты алынды. Теориялық мүмкіндікпен салыстырғандағы өнімнің массалық үлесін есептеңдеді. Есептің жауабы 25% шығу керек. Енді біз берілген құрастырып аламыз. Есептің берілгенде бізде 6-шы есепте былай деген. Күкірт қышқылы 980 грамм және массалық үлесі 15%. Және де массасы бізде 62-де 25 грамм берілген екен. Демек, калий сульфатының массалық үлесін табу керек бізге. Енді біз масса күкірт қышқылын тауып алу үшін 980-ді 0,15-ге көбейтеміз. Яғни 0,15 ол 15%-ді 0,15 деп келтіріп аламыз. 147 грамм шығады. Енді жаңа реакция құрастырамыз. Күкірт қышқылына калий гидроксидін қосып, нәтижесінде калий сульфаты шығады. Оны X деп белгілеп аламыз табатын затымызды. Жаңа 147 біз күкірт қышқылын тауып алдық. Төбесіне жазамыз. Астына 98 шықты. Бұл 98 бізде салыстырмалы молекулалық массасы болып есептелінеді.
сутектің атомдық массасы 1,2-ге көбейтеміз, 32-ге қосамыз, 16-4-ке 64, жалпы 98 болады. Бұл жерде 39-ды 2-ге көбейтеміз, одан 32-ге қосамыз, сосын 64-ге қосамыз, жалпы 174 грамм шығады. Енді пропорция құру үшін біз 147-ні 174-ге көбейтіп 98-ге бөлеміз, 261 шығады. Енді 62-де 25 грамм, бастапқыда калий сульфаты 62-де 25 берілген кітап бойынша, соны біз 261-ге бөліп 100%-ға көбейтеміз. Сол кезде есептің жауабы бізде 24% шығады. Барлығы түсінікті деген ойдамын, және қандай да бір сұрақтарыңыз болған жағдайда комментарий бөліміне жазсаңыздар болады.